Сәлем достар! Бүгін сіздермен осындай конфетканың тігілу жолын көрсететін боламын. Бірінші бөлім. Мен осындай губка алдым. Ширинасы 4 см, ұзындығы 104, ені 65 см. Енді осы дайындап қойған губкамызды жақсылап ораймыз. Екі жағында бірдей қылып орауға тырысыңыздар. Екеуі бірдей болып шығу үшін, бір жағы кішкентай, бір жағы үлкен болып қалмас үшін. Енді мен осы бас жағын ішіне қаратып, осы екі жағын екеуін біріктіріп, ортасынан тігіп шығатын боламыз. Бұл нығайып, губкамыз жылжып кетпес үшін. Мен осы тігіске тебен ине алдым, және мақтаға тігілетін қалың жібі алдым, ақ. Сіз кішкентай кәдімгі қол инемен тіксеңіз де болады. Маған осы тебен ине ыңғайлы болды.
Достар, міне губкамызды тігіп болдық. Мен екі жанынан да тігіп шықтым. Екінші бетінен арасын ашық қылып тіктім. Енді осыған ортасына біздің 3D көрпешемізден қалған губканы ортасына салатын боламыз. Осы губка арқылы біздің конфеткамыз одан сайын нығайып, қатты болып тұрады губкамыз. Осындай қалдық губкаларды лақтырмаңыздар. Осындай дүниелерге өте қажет болады. Губкаңыз, конфеткаңыз басылмай, нығайып, күшті болып тұратын болады. Осы ортасына, бас жағына, бүкіл жағына бірдей қылып, бір келкі қылып саламыз. Қалған қалдық губкаларымызды пайдаланып, іске асырып, міне конфеткамызда болып қалдық. Енді келесі бөлімде конфеткаға арналған құрақтарды тігіп, және жандарын тігуді көрсететін боламын. Бұл бірінші бөлімі ғана. Қолдап, комментарий жазып кетіңіздер. Ұнаса лайк басып кетіңіздер.